Қайырлы күн, құрметті көрермен, Жандос подкастына қош келдіңіздер. Подкасттың жүргізушісі мен Қарақат Сәкенқызы. Бүгін студенттік шақ шығармашылық тақырыбы бойынша ой өрбітетін боламыз. Бүгінгі подкасттың қонақтары Халил Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің журналистика мамандығының бірінші курс студенттері Отегалиева Тоғжан, Ғайса Дилназ. Қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін алғысымды білдірем. Бүгін енді білесіздер, өздеріңіз бірінші курс студентсіздер. Студенттік шақ туралы, жалпы студенттік шақ бұл тек қана ізденістің емес, жаңа мүмкіндіктердің, жаңа таныстықтардың кезеңі. Өздеріңіздің студенттік шақтарыңыз туралы айта кетсеңіздер, ойларыңыздан шығып жатыр ма, немесе қиын ба? Жалпы бала кезімізде, мектеп кезімізде көп сериал, фильмдер қарайтын болатынбыз осы студенттік өмір туралы. Соған қарап және үлкендердің айтқанынан негізі күткеніміз көп болды. Бірақ мектептен кейін, мында келгеннен кейін жауапкершілік бізге түсті. Яғни ата-анаң емес, туыстарың емес, сен өзіңе өзің деген сияқты. Тек сол жағы қиындау болды, бірақ жалпы үйреніп келе жатырмыз. Тоғжан ханым. Мен негізі студенттік өмірде ойымда мүлдем бөлек болатын. Яғни студенттік өмір маған үлкен бір жауапкершілік алып келетіндей болды. Бірақ студенттік өмірді сүре келе, онда үлкен бір жауапкершілік жоқ екенін байқадым. Мүмкін бұл деген бірге оқитын адамдарға да байланысты шығар. Бірақ қазіргі уақытта барлығы өте жақсы, өте керемет деп айтуға болады. Группаластарыңыз жақсы демек, Енді қазіргі таңда бірінші курс болғандықтан қатты ондай күш салып жатпаған шығар деп ойлаймын. Бәрі мүмкін. Енді студенттік шақта тек қана білім алатын емес, өздеріңіздің жаңа қабілеттеріңізді дамытатын кезең. Шығармашылық қабілеттеріңіз туралы айта кетсеңіздер. Жалпы мектеп кезімде мен орыс тіліне жақын болатынмын. Керемет. Әлі күнге дейін солай. Орыс тілінде жазған жазбаларым бар, әндерім, таппақтарым және кітабым бар. Тамаша. Бір-екі себептен кітабым шығарылымға рұқсат бермеген. Қазір сол жазбаларымды дамытқым келеді. Әлде де журналистика маманы болып, біратала сол шығармашылығымды бірге алып жүргім келеді. Керемет. Тоғжан? Мен негізі мектепке барғасын бастап шығармашылықпен айналыса бастадым. Яғни мен ең алғашқы айналысқан шығармашылығым ол профессионалды музыка болды, яғни вокалист. Арнайы білім алған болатынмын. Бірақ есе келе ол шығармашылығыма нүкте қойған болатынмын. Ал қазіргі уақытта мен сурет салумен айналысам. Бірақ сурет салу жағында менде арнайы оқытушы жоқ, арнайы курс арқылы оқып жатқан жоқпын. Яғни өз көріп білгенімді қағаз бетіне түсіру үстіндемін. Бірақ әлі де үйренер заттарым өте көп. Дилназ ханым, енді кітабыңыз шығарылымға рұқсат берілмеген екен. Не себепті, жалпы кітабыңыз туралы таныстыра кетсеңіз, оның ішінде не туралы айттыңыз, нені бейнеледіңіз? Жалпы кітабым менің фантазияма ерік бердім. Кітабым сол махаббат туралы, махаббаттың оқиғасы туралы. Кітабымның аты Анна болатын. Өйткені орысша кітап. 400 беттік, ішінде бір 16 шақты бөлім. Керемет. Рұқсат берілмегені, мен кішкентай кезімде мектеп кезде сол кітапты жазғанда Инстаграм парақшама шығарған болатынмын, кітаптарымды, өлеңдерімді. Кейбір адамдар сол менің кітаптарымды өздеріне алып алған, яғни мен шығардым деп. Ол маған бір кедергі болды. Енді кітабымды шығарайын десем, ол менікі екенін қалай мен дәлелдеймін. Басқа адамдар келіп, ол менікі десе ше. Сондай ойлар туды. Сондықтан мен қорыққаннан шығармадым. Әрине, енді кітап жазу екінің бірінің қолдан келе беретін нәрсе. Бұйырса бұл мәселе шешіледі деген сенімдемін. Тоғжан ханым, алдағы уақытта осы сала бойынша, яғни шығармашылығыңыз бойынша білім алғыңыз келе ме? Не себепті ән айтуды тастап кеттіңіз? Ән айтуды тастауға белгілі бір себептер дегенде, мен өсе келе ән айтуға бір құштарлығым болған жоқ. Шығармашылық жаққа негізі өзім кішкентай кезімнен жақсы болдым, бірақ маған музыкадан қарағанда, әннен қарағанда сурет өзіне қатты тартты. Мен бастауыш сыныптан бастап қазірге дейін сурет салумен айналысам. Үйренер затым өте көп, яғни алдағы уақытта да осы сурет саласына байланысты білім алғым келеді.
профессионалды түрде, және де осы сурет саласына байланысты белгілі бір жұмысқа тұрсам ба деген ой да бар. Яғни журналистика екеуін қатар алып жүрсем деген. Салған суреттеріңізді жариялап көрдіңіз бе? Салған суреттерімді жариялап көрген жоқпын, себебі менде бір белгілі бір сенімсіздік болды. Яғни себебі менде оқытушысы, яғни өз көргенімді, өз сезінгенімді салғандықтан, профессионалды түрде болмағандықтан менде ешкім бағаламайды деген секілді ойлар болды, және әлі күнге дейін бар. Енді бастысы өздеріңізге сенсеңіздер, ары қарай барлығы да оң шешімін табады деген сенімдемін. Енді осы шығармашылықтарыңызға сын айтылды ма? Оған қалай жауап бердіңіздер? Жалпы бұл шығармашылығымды мен мектеп кезінде бастағасын мен апай-ағайларыма көрсеткен болатынмын өз жұмыстарымды. Сол кезде апай-ағайлардан кішкене сын болған, яғни неге орыс тілінде, неге қазақ тілінде емес деген сияқты. Бірақ мен орыс тілінде, қазақ тілінде бірдей жақсы көремін, бірдей білемін деген сияқты. Сондықтан оны бір кішігірім сын ретінде қабылдадым. Және де былай құрдастарыма, достарыма көрсетіп оқытқанда неге махаббат туралы деген сияқты сұрақ туындады. Ал ол менің фантазиям ғой енді. Оған қалай жауап беремін мен? Соны да бір сын ретінде қабылдадым. Бірақ оған мұңайған жоқпын, ешқандай артқа тартқан жоқпын өзімді. Тек алға қарай ұмтыла бердім. Тоғжан? Менде белгілі бір сырттан немесе отбасымнан деген сын болған жоқ, яғни ешкім кедергі келтірген жоқ. Себебі мен музыкаға қызығушылық басталған кезде ата-анам тіпті мені арнайы вокалистік білім алу үшін арнайы керемет мектепке тапсырған болатын. Бірақ сол өзімнің қызығушылығымның жоғалтуынан кесірінен вокалистікті қойып кеткен болатынмын. Ал енді суретке келетін болсам, сурет салатынды таныстарымның көбі біледі, яғни көп қолдайды негізінде көбі сіз секілді, неге оны жарияламасқа деген секілді сондай бір өздерінің ойларын тасып жатады. Бірақ мен сонда дәл сенімсізбін өзіме, өзімнің суреттеріме деген секілді. Сондықтан арнайы бір сын болған. Енді мен де шығармашылықтан кетәрі адам емеспін. Енді көркем сөз оқумен айналысам, бірақ та бұл сіздер секілді менің де мектеп кезімнен басталды. Ата-анамның тарапынан қарсылық болған жоқ. Қазіргі күнге дейін айналысып келе жатырмын. Енді бұл шығармашылықты хобби ретінде көресіздер ме, немесе өмірлеріңіздің бір бөлігі ме? Мен мысалға өзімнің өмірімнің бір бөлігі ретінде көремін. Сіздерше? Жалпы басында хобби болып бастаған. Яғни бос уақытында солмен айналысам, бос уақытында фантазияма ерік берем, бағанағыдай жазам деген сияқты. Бірақ өсе келе жалпы түсіндім өмірімнің бір бөлігі екенін. Өйткені бір күн мысалы шаруалармен жүрем, үйге барам. Бір күн мысалы жазбай қалсам, өлеңге өзімді арнамасам, кітабыма өзімді арнамасам, өзімді бір жайсыз сезінемін. Яғни ұйықтай алмаймын дұрыс. Келесі күн тұрғанда да неге жазбадым деген сұрақ туындайды өз-өзіме. Сондықтан қазіргі уақытта ол өмірімнің бір бөлігі. Керемет. Ал менде өмірімнің бір бөлігі деп айтсам болады. Кішкентай кезімнен бастап мен профессионалды музыкамен айналысуды қойған болсам да, музыка әлі күнге дейін жүрегімде, күнделікті тыңдап жүремін, күнделікті бәрінде болатын шығар. Қандай да бір нәрсені жасап жүрсем музыканы айтып деген секілді. Менде де сондай. Ал суретті мен күнделікті салып тұрамын. Яғни белгілі бір сурет ұнады ма, немесе бір ойымда бір белгілі бір бейне тұр ма, сол бейнені барынша тезірек қағаз бетіне түсіруге тырысамын. Міне осылай. Енді шығармашыл адамға міндетті түрде шабыт керек. Шабытты қайдан аласыздар? Менде бір белгілі бір шабыт көзі дейтіндей, шабыт көз жоқ. Яғни мен қандай нәрсе ұнады, сол нәрсені салам. Ал ойыма келген заттар, ол менде кітап оқығанда ойыма елестеген заттарды салам. Яғни қандай да бір табиғат құбылысы, яғни бейнесі, немесе белгілі бір болып жатқан оқиғаның орны деген секілді. Сондай заттар көз алдыма елестеп тұрған кезде, кішкентай детальдарына дейін, сол уақытта мен соларды қағаз бетіне түсіруге тырысам. Ал белгілі бір оған деген шабыт. Тоғжан ханым, ойыңызға рахмет. Ділназ? Мен жалпы кітапханада былай жүргенде кітаптарға қараймыз ғой енді сыртынан. Сонда бестселлер деп автордың есімі тұрады. Сонда мен кішкентай кезімде, мектеп кезінде
көз алдыма елестететінім Ғайса Дильназ деп менің есімім жазылып тұрса деген сияқты. Сол бір кішкене шабыт берді, және де отбасым әрине, ата-анам мен менен кейінгі үйдің кішкентайлары, яғни маған олар үміт артып отыр, үйдің тұңғышы, үйдің үлкені деген секілді. Сондықтан да ол басты шабытым болып табылады. Керемет. Өздеріңізді 10 жылдан кейін қалай елестетесіздер? Осы шығармашылықты ары қарай дамытасыздар ма? Немесе басқа салаға кету ойларыңызда бар ма? Менің ойымша, мен осы журналистика мамандығын бітіргеннен кейін, онымен тоқтап қана қоймай, ары қарай оқуға түсетін сияқтымын тағы да осындай шығармашылық айналасына. Және де сол 10 жыл шамасында журналистика мен осы шығармашылық мамандықтарды бірге алып жүріп, өзімнің наныма, яғни өмір сүруіме өзім ақша тауып, бизнес-леди болатындаймын. Керемет. Арманыңызға жетіңіз. Ал менің ойымша, мен белгілі бір Суретші, әнші. Сол сурет саласында белгілі бір жұмыс жасаймын деп ойлаймын. Яғни мен журналистика үйін қатар алып жүргім келеді. Мен тіпті ол жұмысты алуды осы жылдан бастап алсам ба деп отырмын. Оған арнайы бір қомақты қаржы керек. Бірақ менде алда уақытта бәрі болады деп ойлаймын. Және де сол сала, болашақта бастағым келетін сала, сол 10 жылдан кейін өзінің бір жетістігін алады деген ойдамын. Яғни бір жетістікті адамның қатарында болады деген ой бар. Жемісін береді дейсіз, Керемет. Енді мен де өзімді 10 жылдан кейін енді мақсаттарыңды, армандарыңды айтпау керек дейді, бірақ енді мен оған көп сене бермеймін. Өзімді осылай сіздердей қонақтармен сұхбат жүргізіп, сіздердің ойларыңызды біліп, 10 жылдан кейін өзімнің жеке студиямды ашсам деген ойым бар. Бұйырса сіздерді шақырамын. Рахмет осылай келгендеріңізге. Енді біздің Шандоз арнасының көрермендеріне, жалпы жастарға, шығармашылық адамдарға қандай ақыл кеңестеріңізді бересіздер? Негізінде мен әрине бұл салада тәжірибеміз көп болмаса да, түйген білгенімізді айтып кетуіміз шарт деп ойлаймын. Міндет, яғни үлкеннен кішіге деген ақыл деп біліңіздер, кеңес. Сіз қай саланы ұнатасыз, сол салада өзіңізді бақылап көргеніңіз әлдеқайда жақсы. Тек ойлап қойғаннан қарағанда, себебі сіз өзіңізді белгілі бір салада бақылау арқылы өзіңізді жаңа қырыңыздан ашасыз, және жаңа бір қызығушылықтарыңызды арттырасыздар. Сол себепті қорықпай әртүрлі саланы байқап көріңіздер дегім келеді. Керемет. Менің ойымша, әрине ата-ана баласына жамандық тілемейді, бірақ кейбір жағдайларда болады, ата-ананың сөзінен олар алшақ кете алмайды, яғни студенттер, жас шығармашылықпен айналысып жатқан адамдар деген сияқты. Бірақ сонда да өзіңнің жақсы көріп тұрған салаңды ары қарай дамытуға тырысу керек деген ойдамын. Яғни студенттерге айтатын болсам, НБ алмаңыздар, сабақтан қалмаңыздар, және де үй тапсырмасын барынша орындап жүруге тырысыңыздар. Өйткені олар ертең бағаңызды жалпылай көрсетеді. Дипломыңыз қандай түсті болады, соған тікелей қарым-қатынасы бар. Әрине, рахмет, ойларыңыз орынды. Бүгінгі менің бағдарламама қонақ болып келгендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Сізге де көп рахмет. Құрметті көрермен, біздің подкастымыз осымен аяғына да жетті. Шаршамаңыздар, талмаңыздар, қош, сау болыңыздар.